Құрметті алаш жұрты, қасиетті қазақия қауымы, сәлеметсіздер ме? Орта ғасырлық түркі тайпаларында немесе орта ғасырлық оғыздарда ақ қойынлы, қара қойынлы деген державалар, патшалықтар пайда болған 15 ғасырларда. Ал осы ақ қойынлы, қара қойынлы орта ғасырлық түркі мемлекеттеріндегі бір қасиетті тотем ретінде пайымдалады. Олардың келу қайнарын қазіргі ғылым әртүрлі түсіндіреді. Алайда біз ежелгі ғұн тарихына үңілсек, Қытай деректерінде ғұндар шоңну деп аталады. Мұны ежелгі Қытай тілінің дыбысталы бойынша оқысақ, Хоңну болып оқылады. Қазірге дейін осы Хоңну атауын синологтар, ғалымдар әртүрлі түсіндіріп келді. Мысалы, Хоңнуды күн, күмін дейді. Ежелгі Алтай тілдерінде мынандай адам деген деп түсіндірген. Адам немесе кісі деп. Бірақ ғұндардың тарихының тек классикалық Қытай тілінде жазылғанын ескерсек, бұл шоңну деген осы екі иероглиф кей кездері бір өзеннің атымен аталады. Бір өзеннің аты шоңну деп аталады. Ол жерде Қытайлар ғұндармен соғысқан. Ал осы шоңну деп аталған осы өзен қазіргі Гансу өлкесінде жатыр. Қазір Қытайлар мұны тас қой өзені деп атайды. Соны анау түпкі қой сөзі ежелгі түркілерде қойын деп аталған. Ал шоңнуды мынандай біз қалпына келтірсек, қойылы немесе қойын деген сөз шығады көне түркі тілінде. Өйткені негіздер бар. Ғұндар мына қазіргі Баркөл өңірінде тағы бір әулеті қара қой дейтін бір ел құрған. Қара қойлар 100 жылдың алдына дейін осы Құмыл өңірінде өмір сүрген. Сондықтан біз ғұн атауының көне түркше мәні қойынлы деп атауға негізіміз бар. Ғұндар сол қойынлыны Қытайлар шоңну деп иероглифте хаттаған, оның түркілік мәні қойынлы. Ал осы қойынлылар кейін оғыздарға сол мына тарихта этнонимдардың көшу заңдылығы деген бір заңдылық бар. Сондай заңдылықпен батысқа қарай жылжыған ақ қойынлы, қара қойынлылар сол ежелгі ғұндардың осы этнониммен де қатысты деп білемін. Қазақтарда да сол қойынлы емесі қой атымен аталған руларда кезігеді. Одан кейінгі мына көк түріктерде мына теке бейнесінің шығуы да сол ғұндармен байланысты болуы мүмкін. Текенің енді бір ол қой тектес хайван деп атауға да болады, қасиетті бір жануар деп. Сондықтан ғұндардың нақты атауы қойынлы немесе қойын деп атауға негізі бар. Рахмет сіздерге.